оқимын. Сөйтсем, оказывается, дәл қазір соның алдында ғана ұйықтардың алдында бір қызбен сөйлескен. И там такая переписка была, что они там и спали, как он что с ней делал. Все подробно в красках было написано. Бір-біріне жазған хат жолдамалары. Біраз уақыттан бері сол қызбен араласып жүргенін мен көрдім. Көзім жетіп. Еш нәрсеге зауқым жоқ, өмірге деген мен өмірім бітті деп ойладым, короче. Все, я уже никому не нужна, с ребенком он ушел. Деп сонымен 2 аптадан кейін, короче, ол маған сообщение жазады. Сонымен мен білмеймін, бәрібір де жібере алмадым. Сонымен келген кезде он мне сказал, мен сені қаңғыртып жіберемін. Я заберу дом, я заберу ребенка, ты станешь проституткой. Деген сияқты сөздер айтты. В общем, ауыр сөздер айтты.